Сәлем, қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Менімен бірге жаздың күні таптырмайтын сусын болатын мұздай көжені менімен бірге дайындап көріңіз. Ұнаса тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Жоғалтып алмау үшін міндетті түрде колокольчикті басып қойыңыз. Бізге керегі ақ жүгері мен сары жүгері, бидайда қоссаңыз болады, қалауыңыз бойынша. Осылай сары жүгері мен ақ жүгеріні және бізге қолдың құрты қажет. Осы жүгеріні құртты ыстық суда 2 сағатқа бұқтырып қоямыз. Процесс тез жүру үшін ыстық суды қолдандым. Сіздер салқын суды да қолдансаңыздар болады. Дегенмен салқын суда 3-4 сағаттай тұрған жөн. Осылайша жүгерілерімізді бұқтырып 2 сағатқа қойып қойдым. Бұқтырылған жүгерлерді тазалап жуып, қайнататын ыдысымызға салып аламыз. Міне осылай жүгерлерімізді салып, қалауыңыз бойынша су құясыз. Негізі жаздың күні сұйық болғаны жөн, суды көбірек құя беріңіз. Кейін міндетті түрде бір ас қасық, яғни татымыңызға қарай тұзды салыңыз. Жүгерілер тұз сіңіп тұру қажет. Енді осы көжемізді қайнауға қоямыз. Бір қайнап шыққаннан кейін бетіндегі көбігін сүзіп аламыз. Міне менде қайнап шықты. Енді бетіндегі көбігін сүзіп аламыз. Бетіне қоқыстар шығып қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде сүзіп алуды ұмытпаңыз. Сүзіп алғаннан кейін тағы да 2 сағатқа қайнауға қоямыз. Қайнаған көжемізді, 2 сағат қайнаған көжемізді суытуға қойып қоямыз. Міне көжем қайнады, жүгерлер ісініп, жұмсақ болды. Енді осы көжемізді суытуға қоямыз. Міне көжем енді суыды. Енді жаңағы құртты езгенімізді, малтамызды үстінен құйып аламыз. Айранымызды болса сүзгіштен өткізіп аламыз. Сүзгіштен өткізбейтін болсақ, айранның ішінде іртік болып қалуы мүмкін. Сондықтан сүзгіште өткізсеңіз нәзік әрі дәмді болады. Міне айранның бетін қараңызшы, сондай нәзік, жұмсақ. Міне осылайша айранымызды құйып араластырып аламыз. Көжеміз дайын. Енді салқындатып тоңазтыққа қойып ұсына берсеңіз болады. Міне көжеміз дайын. Тіркеліп лайк басып кетіңіз. Сіз бұндай көжені дайындайсыз ба үйіңізде, немесе қандай рецептпен дайындайсыз, сол жайында бөлісіп пікір қалдырып кетіңіз. Сізді күтетін боламын.